Өткен кездің және келешектің уақытыңды ұрлауына мүмкіншілік берме. Өз-өзіңнен есеп ал. Өтіп кеткен уақыт туралы қайғырып жүріп, не болашақтағы сиқырлы ағаш жайлы қиялданып, өзіңнің қазіргі уақытыңды жоғалтқың келе ме? Әрдайым өткенді еске алып, қайта-қайта сарыуайымға батып, жағымсыз және ащы нәрселерді қайта-қайта еске салып, бейне бір аттың жауырына қайта-қайта қонып, мазасын алған шыбындай қинаумен өзімнің қазіргі уақытымды жалғастырғым келе ме? Алдағы 24 сағатты өзіме және басқаларға пайда алып келу үшін ең пайдалы қылып өткізуді және жігерлі еңбек қылу ниетімен оянам ба? Мен өзімнің сол күнімді пайдалы өткізем бе? Уақытты тиімді пайдалана алам ба? Егер жоғарыдағы сұрақтарға берерлік жауабың болмаса, онда өзіңе қашан әрбір күнді пайдалы өткізіп, әрбір минутты текке жібермеуге әрекет жасай бастаймын? Келесі аптада ма, ертең бе, не бүгін бе деген сұрақты қой. Тағы қандай жаман жағдайлар болуы мүмкін? Өзіңе сол сұрақты қою арқылы оқиғаның ең жаман вариантын тілеп жатырсың. Осылайша өзіңді дәл сол вариантқа дайындай бастайсың. Оқиғаның желісін дұрыстау үшін байсалдылықпен, сабырлықпен шара іздей бастайсың. Ел-жұрт оларға, дұшпандарың сендерге қарсы қол жинады. Ендеше олардан қорқыңдар, һәм аман сау тұрғандарыңда бас сауғалаңдар дегенде, бұл хабар олардың иманын одан сайын арттыра, яғни күшейте түсті. Сонда олар, бізге бір Алла жетеді, ол қандай керемет қамқоршы деп жауап берді. Әли Имран сүресі 173 аяттан. Ақиқат сын. Егер саған біреу сын айтып айыптап жатса, оған қапа болып ашуланба. Сынды сені көре алмаған біреу емес, ниеті түзу кісі айтып жатса, онда одан саған зор пайда келуі мүмкін. Біз өзіміздің ішіміздегі, шығармашылығымыздағы және уақытша тұрмысымыздағы кемшіліктерімізді әрдайым байқап жүруге қабілетті емеспіз. Бұл жерден бізге сол түзу ниетті кісілер жәрдемге келіп, кемшіліктерімізді байқап, айтып тұрумен қателерімізді дұрыстауға және кемшіліктерден арылуға жәрдем береді. Басқа біреудің сенің қатеңді көріп, оны дұрыстауға жәрдем бергенінің, сенің өзіңдегі кемшілікті көріп, саған түзелуге көмек көрсетіп қойғанның несі жаман? Біз ақиқат сын пікір үшін ренжімей, керісінше оған рахмет айтуымыз керек. Басқа біреу бізге жақсы кеңесін, жәрдемін ұсынып жатыр. Біз болсақ жүзімізді бұрып, наразы болып жүрміз. Барлық жағынан игілікті және екі дүниеде де бақытты болуға ұмтылған ақылды кісі солай жасай ма? Ақылға салып көріңдерші. Уайым және денсаулық. Егер сен болар-болмас нәрсеге не мүлдем жоқ жерден сары уайымға салынып, уайым жеп көндігіп қалған болсаң, онда өзіңнің денсаулығың туралы ойлан. Көпшілік кісілер барлық аурулар жүйкенің шаршауынан болатынын қазіргі кезде түсініп қалды. Дәрігерлер бұрын жүйкенің шаршаулары, сары уайымға салынулар және стресстер жүйке жүйесін бұзып, әуелі жүрек және асқазан ауруларының пайда болуына түрткі болып, ас қорыту жүйесіндегі қалқан секілді бездердің жұмысын бұзатынын, гастритке, ревматизмге және асқазан жарасына, қант диабетінің пайда болуына және жоғары қан қысымына алып келетінін дәлелдеген. Бұл тізімге тағы көп кеселдерді қосса болады. Тегі сендерге бұл аурулар керек пе? Не оларсыз мәселелерің азайып қала ма? Жаман көңіл күйдегі эмоциялар біздің денсаулығымызды бұзады. Бұл қарапайым шындық бәріне белгілі. Демек, бізге зәру болған денсаулықты сақтау үшін сары уайымға батудан, қайғырудан, нервті жұқарта беруден және стресстерден қашуымыз керек. Үздіксіз қайғырудан бір қатар ауруларға шалдығып қалған кісіге бақытты болу өте қиын. Бұл дүниедегі өмір өзгеше түсініледі, бірақ оны мәңгілік өмірмен салыстыратын болсақ өте қысқа. Әрбір ақыл есті кісі мәңгілік бақыт шексіз екенін және ол уақытша бақытқа қарағанда өте маңызды екенін түсінеді. Сондықтан адамға бұл дүниеде келген көп сынақтар қайғыруға себеп бола алмайды. Өйткені шынайы бақыт
мәңгілік өмірдегі бақыт. Бізде уайымдау және қайғыру үшін еш себеп жоқ. Өйткені кімде-кім бұл дүниеде бір нәрсесін жоғалтып алса, бірақ жаратқанның жарылқауынан үміт етіп, сабырлылық қылса, онда ол жоғалтқан нәрсесін және одан көп есе жақсысын мәңгілік өмірде табады. Егер біреу арзан әйнек әшекейлерді аяқ астынан жоғалтып алып, оның орнына бірнеше күннен кейін таза алтыннан не алмас інжуден жасалған өте бағалы әшекейлерді тауып алады десе, ол оған қапа болмақ па? Неміс философы Иммануил Кант айтқандай, жердегі өмір бітпей қалған пьеса сияқты. Оның екінші бөлімі болу керек. Өйткені бұл жерден біз қысымды және жәбір-жапаны көрдік, бірақ әділеттіліктің салтанатын көрген жоқпыз. Жеңуші мен жеңілушіні көрдік, бірақ өш алуды көрген жоқпыз. Демек, басқа әділеттілік салтанат құратын өмір болу керек. Алла тағала былай дейді: бүгін әрбір жан дүниеде істеген ісіне қарай қарымын алады. Бүгін ешкімге зұлымдық жасалмайды. Шүбәсіз, Алла жауапқа өте жылдам тартушы. Мүмін сүресі 17 аяттан.